Шымкенттен Меккеге барған жігітті білесіздер ме? Я бізге сондай сәт түсіп қалды, ол жігіт бүгін Санторини демалыс орнына келіп демалуға келді жалпы. Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Бір-екі сұрақ саған. Негізі шаршадың ба өзің? Иә, шаршайсың, екен жол оңай емес, 8000 километрді, тем более великпен еңсеру деген. Сіздерге қонаққа келіп қалдық, шаршауымызды басуымызға. Ошақта баняға түсіп, таудың ауасына таза оянып шымкентте де қазір енді смогтар көбейіп кетті ғой. Сол Меккеге велосипедпен баруға не түрткі болды саған? Бәріңе қызық қой көбінесе адамдарға. Мүмкін емес деген нәрсені мүмкін қылатуға бір себепкер болғым келеді. Көптеген адамдар қазір ақша жоқ дейді, басқа жоқ дейді. Ақша жоқ болса велосипедпен де баруға мүмкіндік бар дегенге көздерін жеткізіп бердім да бұларға. 49 күнде өзіңнің қандай бір қызық момент болды? Чечняда болды. Армандап жүрген енді бізде Халид деген кісіні танисыз ба, танымайсыздар ма? Умра таратумен айналысады. Ешкім оған спонсор емес, енді тек спонсоры Алла. Сол кісімен жолығу бір арманым еді. Ол маған өзі подписка жасап, жазып, қонақ қылып шақырып, Чечняның ең мықты 5 жұлдызды гостиницасына жатқызып, өзінің үстіндегі киімін хадия қылып кигізіп жіберген болады. Былай бір тағы да бір қызық сұрақ, велосипедтің дөңгелегін қанша рет ауыстырдың? Велосипед тек мен бір-ақ рет ауыстырдым. Өзіңге қалаға арналған еді, ол мынандай жол арналмаған еді. Сөйтіп арнайы баллон сатып алған болатынмын, трассаға арналған. Андай анша-мұнша нәрсе кірмейтін да анаған. Сөйтіп соны ауыстырмаған едім. Сөйтіп Түркістан 30 километр қалғанда алдыңғы баллоным жарылды. Себебі одан кейін сол жерде алдыңғысын ауыстырып алдым. И одан кейін Қызылордаға дейін жүріп бардым. Қызылордада толыққанды великті жөндететін центрге алып барып, толық тексертіп, қаратып, артқы баллонды сап алдым. Былай айтқанда жеткенге дейін даже желі де шыққан жоқ қой. Қазір Инстаграмда өзіңіз байқап жатқан шығарсыз. Нашар жаңалықтар өте көп. Адамдардың бәрі негативте болып кеткен. Солардың көзін басқа жаққа қарай бұру болды мақсаты. Бұл сәтте енді Инстаграмда резонанс болып отыр менің бара жатқаным. Адамдарға қызық болып жатты. Бұл айтқанда жолда Қазақстанның өзінде жоқ дегенде кемінде 10-15 адам күнде тоқтататын. Әрқайсысы бағанағыдай жолаушысың ғой деп ақша беріп жүреді, болмаса тамаққа шақырады, болмаса үйіне қонуға да шақырып жатқан адам бар. Өмірде жақсы адамдар бар екенін көрсетіп жатырмын Инстаграмда. Негатив тек 100%, тек 10% ғана негатив, қалған 90% өмірде жақсы нәрсе болып жатқанын көрсеткім келді. Жақында естіп жатырмын, Инстаграмда қарап жатырмын. Тағы да бір сапарыңа шығайын деп жатырсың. Қысқа нұсқа айтып өтейін. Бұл сапарым жаяу емес, великпен емес, көлікпен болады. Қазақстанның әрбір нүктесін аралаймын. Сапарым толыққанды ютубқа, инстаграмға түсіріледі. И тек бір тілде ғана емес, 3 тілде былай айтқанда дубляж жасалынады. И соны Европа, Америкаға ютубтан көрсететін боламыз. Қазақстан туралы толыққанды ақпарат ютубта бізде жоқ. Қазақстанды шетелге танытуға былай айтқанда. Құдай қаласа осы бастап жатқан тірлігің оңнан болсын. Сізде ағаларыңыз көп болсын, осы інілерін мақтан тұтатын. Рахмет. Жақсы, Алла разы болсын.